Сәлеметсіздер ме? 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап салық кодексінде жеке тұлғалар салық салынатын кірісті айқындау кезінде салық шегерімдерінің түрлері бар. Бірінші, бұл көп балалы отбасылар үшін салық шегерімі 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар жылына 282 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын. Екіншіде, бұл өзгеде де салық шегерімдері, оның ішінде өз пайдасына және асырауындағы 21 жасқа толмаған тұлғалар бойынша оқытуға арналған шығыстар бойынша салық шегерімі. Және де медицинаға арналған салық шегерімі, сонымен қатар ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша, сыйақылар бойынша салық шегерімі. Бұл жерде жылына 118 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде қолдануға құқылы екендігін көзделген. Сонымен қатар көп балалы отбасылар үшін салық шегерімдерінің және өзге де шегерімдердің жалпы сомасы төлем көзінен және дербес салық салу кезінде кірістердің жиынтық сомасына 564 айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс. Назарларыңызға рахмет.